Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Қазіргі тауықтардың жағдайы осындай болып жатыр. Көргендеріңіздей. Барлығы бір қалыпты. Сол кешкі видео. Жемін суын беріп жатырмыз. Мінекей. Үйректер, индоуткілерде барлығы, үйректерде барлығы бір қалыпты. Ертең алла бұйыртса свет жүргіземіз ішіне. Так, мұнда бір свет. Қораның ішіне бір свет жүргіземіз. Суббота, воскресенье күні опилкасын алып бөліп саламыз. Опилка сататын жер ашық болса. Так, сосын шөп болса шөп алып бөліп, туатындарына шөп саламыз или опилка саламыз, көреміз. Алла осы сосын жем алып бөліп, жемдерін қыстыққа дайындаймыз. Куриный рация аламыз. 4 тапшық сой. Короче, жемдерін бәрін алатын боламыз, Алла қосса. Так, енді мәселе. Так, қаз алсам қалай болады екен? Короче, линда алған жақсы ма, или серия қаз алған жақсы ма? Қазір алып, көктемде басып көбейтуге ой пікірлеріңізді төменге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде. Алла қосса, сол қайсы жақсы, қайсы тез көбейеді, соны алып бұйыртса көктемде жұмыртқасын бастыртамыз ба деген ой бар. Енді Алла қосса бізге осы 2 үйрекпен, 3 үйрек қой, енді бір аталық, 2 аналық үйректі өлтіріп алмай аман-есен осы қыстан шығарып алсақ, сосын индоуткілерді де балапан, тауық барлығын енді осы қыстан аман-есен шығарып алсақ, Алла қосса барлығын шығарып алсақ, келесі жылы өзі мына тағы бір еркек индоутка аламыз. Сонда 2-ке 1 болады. Сосын үйректе 2-ке 1 нормально. Олар жақсы көбейіп бір бұйыртса. Соған енді тағы қаз алу керек болып тұр ғой. Бір 2 аналық, бір аталық қаз алу керек болып тұр. Соны қалай ойлайсыздар? Линда алған жақсы ма, серия қаз алған жақсы ма? Сол керек болып тұр маған. Енді мына домашнилар жазда басады, көктемде басады деген ойдамын. Нағыз баспай жатса, бұлардың жұмыртқасын инкубаторға саламыз. Инкубатор бар менде. 2 инкубаторым бар. Біреу матрица дели, біреу матрица близ. Екеуі де 72 жұмыртқалық. Соған басып шығарып алатын боламыз. Сосын айтпақшы, тағы да қазақи тауықтар аламыз. Алла бұйыртса. Енді көп алам деп айта алмаймын, бір 5-еу, примерно 5-еуіндей аламыз я. Онда да енді кішкене қараймыз. Жақсы деген 5-еуін аламыз. Осы достар, арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар.